Сәлеметсіздер ме? Талғат Амангелдіұлы Мұсабаев қазақтың ғарышкері. 7 қаңтар 1951 жылы Жамбыл ауданы, Алматы облысында дүниеге келген, кеңестік және қазақстандық ғарышкер, саяси қайраткері. Бұл қазақ халқы үшін зор мақтаныш пен тарихи оқиға. Қазақстанның 3-ші ғарышкері, әрі ең көп мәрте ғарышта болған қазақ. Толық аты жөні Талғат Амангелдіұлы Мұсабаев. Туған жылы 1951 жылы 7 қаңтар. Ұлты қазақ. Мамандығы ұшқыш-сынақшы, ғарышкер. Халық қаһарманы, Қазақстан Республикасының әуе күштерінің генерал-лейтенанты. Ғарыш сапарлары. Бірінші ұшу күні 1994 жылы 1 шілде. Ғарыш кемесі Союз ТМ-19. Миссия ұзақтығы 125 күн. Станция Мир орбиталық станциясы. Бұл сапарында ғылыми зерттеулер жүргізіп, бейімделу тәжірибесін жинады. Екінші ұшу күні 1998 жылы 29 қаңтар. Ғарыш кемесі Союз ТМ-27. Миссия ұзақтығы 208 күн. Станция Мир. Бұл сапарында 6 рет ашық ғарышқа шықты. Орбитада түрлі техникалық жөндеу жұмыстарын атқарды. Бұл қазақ ғарышкері үшін үлкен жетістік болды. Үшінші ұшуы. 2001 жылы 28 сәуір. Ғарыш кемесі Союз ТМ-32. Миссия ұзақтығы 8 күн. Станциясы халықаралық ғарыш станциясы XFCESS. Бұл ұшуда турист Денис Тито да болды, ол ғарышқа барған алғашқы турист. Марапаттары. Халық қаһарманы. Ресей Федерациясының батыры. Ғарышқа ең көп шыққан қазақ. Қазақстан Республикасының президенті кеңесшісі, аэроғарыш агенттігінің төрағасы қызметтерін атқарды. Қызықты фактілерге тоқтала кетсем. Ол ғарышта барыс жылы 1998 жылы жүргенде, орбитада отырып Наурызды тойлаған. Осындай тақырыптар қызықтырса маған тіркеліп отырыңыздар.